Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұрбиш Әмірқызы. Бүгін осындай мерекелік дастарханға арналған ерекше салат жасау түрін көрсететін боламын, сондықтан видеоның соңына дейін көріп, бағасын беріңіздер. Бізге керек заттар бұл жерде бірінші гүлді 40 қабат. Бұның бізге кішкентай керек болады. Әуелі осындай беттерінде бүлінген жерлердің барлығын тазалап алып аламыз. Одан кейін жақсылап жуып шайып, бөліктерге бөлетін боламыз. Өз осындай бөлшектер дайын тұрады. Бұл салатқа мен жарты бөлігін ғана алдым. Соның өзі 3 тарелкеге қоюға жетеді. Осының өзінен де майда бөлшектерге ақырындап бөліп аламыз, бірақ тым ұсақтамаңыз. Міне бізге осынша жетеді. Енді бұны алдын ала осы кесе суды қайнатып қоямыз. Қайнап тұрған суға тұзды қосып алып, одан кейін үстіне 40 қабаттарды салып, бетін жауып, толықтай 5 минуттай қайнатамыз. Ұзақ ұстауға болмайды, себебі ары қарай езіліп, үгітіліп кетуі мүмкін. Сондықтан уақытты қадағалаңыздар. Піскенін тексеріп аламыз. Шанышқыне пышақты осылай жай ғана салсаңыздар оңай кіру керек. Дайын болғаннан кейін тарелкеге сүзіп, жаңағыдай суытуға қоямыз. Енді қалған көкөністердің барлығын кесіп турап дайындап аламыз. Бұл жерде менде бір дана баялды. Осы видеода көрсетілгендей етіп, кішкене қиғаштау, яғни 3 бұрышты формаға келтіріп кессеңіздер, сонда әдемі көрінетін болады. Үстіне жүгері крахмалы немесе ұнды қосып, оған тұз себелеп араластырып қоямыз. Менде бұл жерде қызыл және сары болгар бұрыштары, мен бұның барлығын қоспаймын. Енді салаттың көлемін қанша етіп жасау өзіңізге байланысты. Мен бұл жерде әрқайсынан тек жарты-жартысын ғана алдым да, бұны да дәл солай әдемі формаға келтіріп, кішкене ірілеу етіп турап алдым. 2-3 дана пияз жетеді. Осындай кішкентай көлемде болса тіпті жақсы, себебі формасы әдемі көрініп тұрады. Егер де үлкен болса 7-8 бөлікке бөліңіздер. Және осылай әрқайсының арасын ажыратып шығамыз. Қызанақ пен қиярды да кубик тәрізді етіп турап алыңыз. Салатқа ерекше дәм беру үшін соус дайындаймыз. Ол үшін соевой соусқа 1 шай қасық құмшекер салып, араластырып, дайын болып тұрады, еріп тұрады. Енді бізге табамызды қыздырып, көкөністерімізді қуырып алуымыз керек. Соншалықты да көп май құюдың қажет емес, шамамен 200 мг-дай жетеді. Әуелі пияздарымызды салып, орташа немесе орташадан сәл төмен отта қуырамыз. Бастысы қатты қуырылып езіліп кетпеу керек, өзінің формасын жақсы ұстап тұру қажет. Және де шанышқының көмегімен тексеріп алыңыз. Жай ғана оңай ғана кірсе болды. Бізде дайын деген сөз, барлығын сүзіп аламыз. Келесі бізде болгар бұрышын саламыз. Бұны да әрдайым араластырып отырып қуырамыз. Еске сала кетейін, от әрдайым орташа отта болу қажет, бірден қуырылып пісіп кетпеу керек. Болгар бұрышта сондай өзі нәзіктеу көкөніс болғандықтан оларды бірден езіп алмауға әрекет жасаңыз. Құрметті көрермендер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда өте көптеген қызықты, оңай, жеңіл рецептер табасыздар. Келесі баялды, баялдың сырты қызарып піскенше қуырып аламыз. Баялды қуырылып жатқанда босаған ыдысына 40 қабатты салып, үстіне 1 жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Сонда қалған крахмалымыз осы неге кішкене жұғындысы жағылады, ол да сырты әдемі болып пісетін болады. Ең соңында гүлді 40 қабаттарымызды салып қуырамыз. Бұл жерде жаңағыдай қалғандар сияқты араластырмаймыз, тек 2 бетін ғана қызартып қуырып алсақ болды. Ең соңында барлық ингредиенттерін біріктіреміз. Жаңағыдай тұзы, дәмдеуіштерді қосамыз, соевой соусымызды қосамыз. Мен бұл жерде кішкене көп болсын деп үстіне тағы да су қостым. Соевой соус қоссаңыздар, ол тым мол кезде ащы болып кетеді. Сондықтан су қосқандарыңыз жақсы.
Одан бөлек өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштер немесе укроп, петрушка қоссаңыздар да болады. Әркімнің енді өз еркіне байланысты. Осымен біздің достар салатымыз дайын. Әр тарелкаға қойғаннан кейін бетіне күнжіт сепсеңіздер тіпті ерекшеленіп әдемі болып түседі. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Достарыңызбен бөлісе жүріңіз, себебі менің каналымда өте көптеген рецепттер бар. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы, келесі видеода кездескенше.